Сен мына қыздың қай жерін ұнатып жүрсің? Баласын десіңші. Жоқ, бір көргеннен ғашық болдым. Балам, дұрыстап мені тыңдап ал. Бір көргенде қаз аққу болып көрінеді. Бір көргенде уазик геленваген болып көрінеді. Әй, қасқа балам, бір көргеннен алданып қалдың ау, Әй, келінсімақ, сен мені дұрыстап тыңдап ал. Мен сен сияқты келіндердің талайының мойнын үзіп, кеңгірдегін суырып, басын жұлып, балконнан лақтырып жіберген. Ойбай! Адамға зорлық көрсеткеніңіз үшін Қазақстан Республикасының заңы бойынша жауапқа тартылатыныңызды білесіз бе? Ал сен менің нервіме тиіп, менің нервімді қоздырғаның үшін біздің әулеттің ата заңы бойынша асылатыныңды білесің ба? Сіздің ондай іс жасауға құқығыңыз жоқ. Бұл үйде менің не істесем де құқығым бар. Бұл үйдің соты менмін, жаңа шешімді мен шығарам. Протестую, бұл үйдің соты менмін. Немене? Деп келін көзінше айтпасаңшы, ұят қой.